Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге қазан кебаб рецептісінің қарапайым жолын ұсынатын боламын. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, өте дәмді, еті нәзік болып шығады. Сол себепті сіздерге жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Етіміздің көлемі осындай болуы тиіс. Қатты кішкене болмауы керек. Себебі біз оны қуыратын боламыз. Көлемі осындай үлкенірек болуы тиіс. Және де картошкамыздың көлемі кішігірім, дөңгелек болғаны жөн. Тез қуырылады және тез піседі. Және де зира қолданатын боламын. Ең алдымен картошкамызды қуырып бастаймыз. Ол үшін бізге бір кесе сұйық май қажет. Сұйық майымызды құйып, міндетті түрде қыздырып алғаннан кейін картошкамызды саламыз. Картошкамыздың барлығын мен саламын. Және де қызарғанша қуыратын боламын. Осылай қуырып алсаңыздар, өте дәмді шығады. Бір келкі болып шығу үшін екі жағын ауыстырып тұрған жөн. Қызарғанша жақсылап қуырамыз. Екі жағы да қызару керек. Енді етімізді салып бастаймыз. Етімізді де осы картошкамызды қуырған майға қуыра берсек болады. Шамамен 5-6 минуттай қуыратын боламын. Картошкамызды да тура солай қуырған болатынмын. Етімізді де картошкамызды да қуырып алдық. Енді үлкен қазанымызды шығарып, оған осы қуыруға кеткен майымызды қоссақ болады. Бірақ аз көлемін ғана қосамыз. Шамамен 100 мл жеткілікті, немесе одан да аз болса жеткілікті. Себебі біз енді қуырмаймыз. Асты жабыспас үшін бізге қажет болады. Енді қараңыздар. Біз бірінші етімізді саламыз. Етімізден кейін міндетті түрде картошканы бетіне салатын боламыз. Езіліп кетпеу керек. Зира қосатын боламын. Дәмдеуші ретінде. Және де тұз, 1 шай қасық тұз қостым. Сіздер өз қалауларынша қосаңыздар болады. Бірақ 1 шай қасық жеткілікті. Мен пиязды бетіне салатын боламын. Яғни бұл қазан кебабта пиязды біз қуырмаймыз. Себебі етіміз шашлык сияқты болу керек. Пиязды бетіне саламыз осылай. Одан кейін су құятын боламыз. Осы жерде мұқият болыңыздар, себебі суымыз көп болып кетпеу керек. 100 мл судан аспау керек. 100 мл су ғана қосамыз. Және де бетін мықтылап жауып, қазанның бетін мықтылап жауып, ең төмен отта 1,5 сағат бұқтырамыз. Мен бетіне тағы да болгар бұрышы мен пияз әрлеу үшін дайындайтын боламын. Және де көк пияз. Осылармен де өте ерекше, иісі де ерекше болып шығады. Қараңыздар, тағамымыз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Картошкасы да, еті де өте жұмсақ, бір мариновкасыз да шашлык сияқты болып шығады дәмі. Мен осылай табағымызға етін ортасына салып, әдемілеп саламыз. Және де жаңа алдын ала кесіп алған болгар бұрышын, көк пияз, және де пиязымызды бетіне әдемілеп қойып қоямыз. Негізі дәміне келетін болсам, дәмі өте керемет болып шығады. Картошкамызда өте жұмсақ болып шығады. Етімізде сырты қоңырқай болғанымен, іші өте жұмсақ. Сырты қуырылған, бірақ іші бұқтырылған болып тұрады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Алдағы уақытта жақсы, сәтті рецепттерімді жіберіп алмас үшін тіркелу деген жерге өтіп, қоңырауды міндетті түрде басып қойыңыздар.